Дүниежүзілік денсаулық ұйымы 2006 жылы 29 қазанда дүниежүзілік инсультпен күрес күні деп бекітті. Содан бері жыл сайын бүкіл әлем осы атаулы күнді атап келе жатыр. Мақсаты халықтың аталған ауру туралы хабардарлығын арттыру, алдын ала медициналық тексеруден өткізу, артериялық қысымды бақылау, сонымен бірге белгілі бір адамда инсульт белгілері байқалса, инсульт болып қалған жағдайда оның айналасындағы адамдар қандай әрекет жасаулар керек, соны жеткізу. Ал үшінші емхананың скрининг бөлімшесінің мамандары кез келген адамның қан қысымын, холестерин мен қандағы глюкоза деңгейін тексерді. 29 қазан бұл дүниежүзілік, яғни инсультпен күресу күні болып табылады. Яғни бұл барлық тұрғындардың, яғни назарын аударып, яғни инсультті алдын алу болып табылады. Қазіргі таңда бұл дүниежүзілік сақтау ұйымы бойынша фетальды және фетальды емес инсульттер 15 миллионға дейін тіркеліп отыр. Яғни осы әлемде қазіргі таңда инсульттан басынан кешкендер, яғни 50 миллионнан астам. Жыл бойындағы инсульттардың жиілігі бұл 1000 тұрғынға есептегенде, яғни 1,5%-дан 7,5%-ға дейін, яғни тіркеліп отырады. Өзіміздің Екібастұз қаласы бойынша, яғни инсультті 580 тіркелген. Тіркелген барлық оқиғалардың 3,8% қайғылы жағдаймен аяқталған екен. Тексерістерден өткен екібастұздықтар аталмыш денсаулық мекемесінің невропатолог дәрігері Наталья Кедина, жалпы тәжірибе дәрігері Гүлмира Сабдулинадан кеңестерін ала алды. Шара барысында инсульттің алдын алуға бағытталған бейнероликтер көрсетілді. Инсульт дегеніміз бұл, яғни бастың қан айналым бұзылысы болып табылады. Яғни бұның екі түрі болады, яғни геморрагиялық және де ишемиялық инсульт болып табылады. Яғни бұған әкелетін қауіпті қатерлер бұл, яғни артериалды қан қысым болып табылады, және де адамдардың, яғни жүрек қан тамыр аурулары созылмалы, одан кейін яғни қант диабеті, холестеринемия, қант мөлшерінің жоғары болуы. Бұдан басқа темекі шегуі, артық салмақ, белсенділіктің жоқ болуы да осы кеселге ұшыратуға ықтимал. Ал енді бұл науқасқа шалдыққандардың жартысы төсекке тартылатын болса, 20% өзгенің көмегіне мәжбүр болады. Тек 7% ғана толыққанды өмірге оралады екен. Осының өзі бұл кеселдің қаншалықты қауіпті екенін байқатады. Ашық есік күні жерлестерімізге инсульттың қан қысымының алдын алуға бағыттаған парақшалар, буклеттер таратылды. Осы күні 85 адам өз еріктерімен тексерілді. Олардың 9-ында холестериннің деңгейі жоғары екені анықталса, тағы 11-нің қанында қант мөлшерінің көп екені белгілі болды. Олардың барлығы дәрігерлерден керекті кеңестерін алды. Сонымен қатар ақ халатты мамандар салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану, темекі мен спиртті ішімдіктерден бас тарту, өз денсаулығын күту бойынша өзіндік қамқорлықты күшейту, қан айналымы ауруларына жол бермейді деп ескертеді.